Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары? Бүгін біз шамалар арасындағы тәуелділіктер бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдайтын боламыз. Бірінші есеп: шамалар арасындағы тәуелділікті формула арқылы жазыңыз. 500 тетік жасайтын станоктың өнімділігі мен уақыт арасындағы тәуелділікті жазуымыз керек. Өнімділікті А деп алайық. А тең болады 500 тетік жасайтын болса, бір сағатта 500 тетік жасайтын станоктың, бір сағаттағы уақытты табуымыз керек. Бір сағатта жасайтын станоктар саны. Сонда 500-ді т-ға бөлеміз, немесе 500 тең болады А көбейту т. Бұл жердегі А дегеніміз жұмыстың өнімділігі. Келесі: 1 килограммы 600 теңгеге алынған тауар құны және оның саны. Құнын С деп белгілейтін болсам, 1 килограммы 600 болса, 600-ді n-ға көбейтемін. Келесі: ауданы 56 метр квадраттық төртбұрыштың ұзындығы және ені. Төртбұрыштың ауданын біз білеміз, А көбейту Б. Олай болса, А көбейту Б бізде 56-ға тең. Және соңғысы квадрат периметрі және оның қабырғасының ұзындығы. Квадраттың периметрі дегеніміз 4 көбейту А. Мінекей осындай 4 формула жазып шықтық. Екінші есеп: салт атты адамның қозғалыс графигі берілген. Бірінші сұрақ: салт атты адам қанша уақыт жолда болды? Мінекей сағат 11:00-де жол жүруді бастаған және қанша уақыт жолда болды? 11:00-ден 18:00-ге дейінгі аралық, яғни ол неше сағат? Мінекей былай есептейміз: 11:00, 12:00, 1 сағат, немесе мына жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни 7 сағат бойы жолда болған. Мына жерге біз 7 сағат деп жазамыз. Келесі: әр аялдауының уақыты қанша? Яғни салт атты 2 рет аялдама жасаған, қанша уақыттан аялдады? Мына жерді қараймыз, мінекей. 13:00 мен 14:00-дің арасында. Яғни 13:30-дан 13:00-ден 13:30-ға дейін, яғни 30 минут аялдама жасаған. Ол 30 минут дегеніміз 2-ден 1 сағат. Сосын мына жерде, мінекей, 14:30-дан 16:00-ге дейін. Неше сағат? Яғни 2:30-дан 4-ке дейін. 1,5 сағатты. 1,2-ден 1 сағат. Сонда барлығы 2-ден 1 сағат, 1,2-ден 1 сағат, 2 сағат аялдауға жұмсаған. 2 сағат. Келесі: салт аттының қайтар жолдағы жылдамдығы қандай? Қайтар жолдағы жылдамдығы. Мінекей, сағат 16:00-ден 18:00 аралығында салт атты кейін қайтты. 16:00, 17:00, 18:00. 2 сағат арасында 40 километрді жүріп өткен. Олай болса 20 километр сағат. Мінекей, 40-тан бастады. 16:00-ден 18:00, яғни мына аралықты 2 сағатта жүріп өтті. Және соңғы сұрақ: алғашқы 5 сағатта қанша километр жүрген? Алғашқы 5 сағат, мінекей, 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерге дейін қанша километр жол жүрген? Бұл жерде, мінекей, қарауға болады. 24 километр, оған қосамыз. Мына жерде 40, 24 пен 40-тың арасы 16 километр. 40 километрді, общий. 40 километр. Яғни алғашқы 5 сағатта 40 километр жүрген. Мінекей осындай график беріледі сіздерге. Осы график арқылы берілген сұрақтарға жауап бересіздер. Үшінші есеп: А нүктесі арқылы өтетін тура пропорционалдықтың графигін салыңыз. График бойынша тура пропорционалдықтың формуласын жазыңыз. Тікбұрышты координаталар жүйесіне салатын боламыз. -6-4.
сіздер бір клетка немесе екі клетка арқылы белгілеп алуыңызға болады. Минус бірлік кесіндіні минус 3, минус 4, минус 5, минус 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Мінекей. Минус 6 да 4. Мына жердегі нүкте А нүктесі. Так, y тең болады kx, тура пропорционалдықтың формуласы, ол міндетті түрде координаталар басы арқылы өтеді. Қазір біз осы екі нүктені қосамыз. Мінекей, екі нүктені қосу арқылы бізге берілген тура пропорционалдықтың графигін салып алдық. Енді график бойынша тура пропорционалдықтың формуласын жазыңыз. Егер сіздерге график бойынша формула жазу қиын болса, мына А нүктесін қолданасыз. Y-тің орнына 4 қоямыз, тең болады. К көбейту, X-тің орнына минус 6 қоямыз. Осы жерден К-ны табу үшін 4-ті минус 6-ға бөлеміз. Қысқартатын болсақ, 3-тен 2. Сонда Y тең болады. Минус 3-тен 2 X. Мінекей тура пропорционалдықтың графигі. Тексеріп көрулеріңізге болады. Так, мінекей Y тең болады. 0 берсек 0 шығады. Минус 3 берсек минус 3-тен 2-ні көбейтеміз. Минус 3-ке тең болады 2. Мінекей минус 3-те 2. Так, минус 4 берсеңіз де, минус 5 берсеңіз де, минус 6 берсеңіз де, мына жақтан кез келген x-қа оң сан берсеңіз де, осы түзудің бойындағы нүктелер шығу керек, егер дұрыс есептейтін болсаңыз.